Жоқ, Арсенге шынымен транстар жазған. Арсенге ма? Транстар? Не деп жазасың? Еще біреу емес. Қанша? Привет, красавчик деп ше. Данон. Мен жеде қыздардан емес, транстардан қызған өлетін болды. Жан, не ап көрсетіп қойғансың десең. Переписканы көрсетіп қойып. Аузына сөз о да подписчик 4 мен сен нормальный транс деп ойлағанмын, Арсен десең. Мереке, транстар не деп жазады сонда? Жоқ, просто Арсен негізі сұлу ғой. Жоқ, сұлу екен ол. Ойы ұзын. Әңгіме жоқ ол. Не болды? Екі транс жазған ғой, Никан ет сияқты әдем қыздар ше. Қыз деп ойлап қалғанбыз басында. Сосын жазғанында өзің көрдің бе? Арсен саған көрсетті ме? Мама маған жазып жатыр деп. Арсен соткасымен де болады ғой десек. Арсен уақыт-уақытымен берем оған. Балаға көп ұстатып болмайды ғой, дұрыс қой. Денсаулығына зиян. 2 сағат сайын беріп отыр. Тек қана синий тракторды ғана көре ма? Я вообще транстар синий болады ғой. жоқ, мен бірден блокқа тықтым. Оларды ма? Дұрыс қой негізі. Блокқа тығып нөмірін аламын. Қыздар болса айыратын не мысалы ше? Жоқ, мысалы саған сұрақ Мереке. Қыз емес, оны қалай айырады? Мереке, ханым, мен транспын дейді. Конкретно айтамын. Мен транспын дейді. Арсен күйеуіңді бір аптаға берсең 100 миллион берем дейді. Ойлап қанша сұрады? 100 миллион. О, шешең, 100 миллион берем дейді. 100 миллионды мен 2 айда табам ғой өзім. Ай, хорош, мерар бар ғой бұның. Мен саған 200 миллион берем, басқа бір тауып алды салам қойған. $1 миллион дейді шешең. Арсен не үшін үйленген? Ой, мен $1 миллион 3 айда табам ғой десе. Арсенді өткізіп отырам ғой десең. Айналдырып отырам десең. Арсенді басқаша сатам ғой мен десең. Арсен, ойлаш. Құлдыққа сататын болсаң жаңа. Қалай? Құлдыққа сататын болсаң. И так-то почкасын сатпаған бұл. Ойлаш, әдемі Вообще ғой бала. органдар аз болса.